Баршаларыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге баклажаннан жасалған тіске басардың рецептісін ұсынбақпын. Бұл тіске басардың бір ерекшелігі оның клеармен жасалуында. Видеоны қарамас бұрын каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Ең алдымен осылай баклажанның екі жағын кесіп тастаймыз. Одан кейін жіңішке ұзын етіп видеодағыдай бөліктерге бөліп аламыз. Бізде баклажандардың осындай жіңішке болып туралғаны жақсы. Одан кейін салқын суға 2 шай қасық тұз салып, осы баклажандарымызды тұзды суға салып біраз уақыт ұстаймыз. Одан кейін ішіне салатын заттарын дайындаймыз. Помидордың осы керек емес жерін алып тастап, видеодағыдай бөліктерге бөліп аламыз. Салатный листті де осы помидор сияқты ұзын-ұзын қылып бөліктерге бөліп аламыз. Одан кейін соусын дайындау үшін бізге чеснокты осылай ұсақтап турап, үстіне майонез қосамыз. Бұл бізде баклажандар қуырылғаннан кейін ішіне жағуға арналған соусымыз. Одан кейін біздер клеарымызды дайындаймыз. Клеарға жалпы бізге сүт, тұз және де ұн ғана керек. Осы сүт пен ұнды алма-кезек салып отырып араластырамыз. Барлығын бірден қосып жіберсеңіздер, түйіршік болып жақсы араласпай қалуы мүмкін. Сол үшін сүтті бөлек, ұнды бөлек кішкене-кішкенеден алма-кезек салып отырып араластырып аламыз. Біздерде осындай қоймалжың масса шығуы керек. Одан кейін баклажандарымызды судан алып, құрғату үшін осылай салфеткаларға орналастырып шығамыз. Баклажандар толығымен құрғақ болу керек. Осылай видеодағыдай орналастырып аламыз. Одан кейін қызып тұрған табағымызға кішкене май құйып, қызғаннан кейін баклажандарымызды клеарға батырып алып, майда қуырамыз. Екі жағын осылай 2-3 минуттай қуырып аламыз қызарғанша. Мінекей менің баклажандарым толығымен қуырылып болды. Одан кейін алып жаңағы дайындаған соусымызды, помидорымызды, салатный листті салып әдемілеп ораймыз. Неге біздерде осылай түрі әдемі, аппетитні болып шығады? Сіздерге осы рецепт мен клеармен дайындауға кеңес беремін. Сіздерге отбасыларыңызға ұнайтынына сенімдімін. Өте оңай, әрі үйде бар заттармен осылай тез-тез дайын болады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Астарыңыз дәмді болсын.